Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз ерекше рецептпен жасалынатын қойдың етінен шашлык дайындаймыз. Егер видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және тіркеп кетуді ұмытпаңыздар. Ал бізге ең алдымен бізге қойдың еті керек. Қойдың сан еті керек. Мен осылай алдын ала етіріп толап алдым. Міне осындай үлкендікте қылып көрсетіп жіберейін. Құйрық май керек қойдың. Және қара бұрыш, лавр жапырағы, тұз, лимон, және пияз, сарымсақ, мынандай арнайы шашлыкке арналған препараты керек. Енді біз қойдың етін мен турап дайындап алдым. Енді мынандай үлкендікте размерлерін көрсетейін. Міне осылай. Қойдың еті өте жұмсақ және тез пісетін болғандықтан қойдың етінен дайындап жатырмын. Құйрық майды аламыз. Енді осыны қатты дәу қылмай осылайынан кесіп аламыз. Бала күнімізде үйде ағам жасап беретін осы рецептпен әлі күнге дейін дәмі есімнен кетпейді. Сіздерге де жасап осыны көрсететін боламын. Майды осылайынан турайсыздар. Көпшілеп қатты жуан қылмайсыздар. Міне көлемі осындай болу керек. Және мына майларымыз мына ыдысқа сыймайды. Қазір мен осы ыдысқа салатын бір ыдыстан. Ал қыздар, мен етімді үлкен шағын осындай бір ыдысқа салып алдым. Енді майымызды саламыз үстіне. Енді осыған тұз саламыз. Шашлығымызға тұз. Мариновкасын жасайық деп жатырмыз. Және лавр жапырағы. Өзіңіздің қалауыңызша, қатпаған не жоқ. Лавр жапырағы. Және қара бұрыш. Лимонымызды аламыз. Лимонымыздың барлығын шешке етіп турап аламыз. Етке ортасын бөлеміз осылай. Осылай турап аламыз. Үш қасық су құямыз, уксус құямыз осыған. Осылай араластырып аламыз. Осыны осылай айналдырып шығамыз. Және осындай дайын шашлыкке арналған приправының, шашлык приправы деген бар. Арнайы шашлыкке арналған. Соны сеуіп шығамыз. Дәмдеуіш. Мен барлығын қостым, енді араластыратын болам. Әбден майын, етін бір-біріне. Бастаймыз пісіруді. Ал біз енді дайын болған шашлығымызды осындай шанышқыға, палычка дейміз, яғни соған түйреп аламыз. Шоғымыз түсті, уже соған дайындап жатырмыз. Бір ет, бір май аламыз осылай. Ал қыздар, біздер өстіп етке барлығын өстіп балшығымызға түйреп дайындап қойдық. Шоғымыз түссе салатын боламыз.
Ал достар, мына шашлығымызға шоқ түсірейік деп жатырмыз. Отымызды жақып қойдық. Сексеуілдің оты. Ал достар, міне біз шашлығымызды салдық. Менің көмекшім бар қасымда. Күйеуім, жолдасым. Міне менің балам бар. Шамал шоғын азайту керек ау. Ал қыздар, біз шашлығымыздың соусын жасайтын боламыз. Алдымен бізге чеснок керек, және укроп, қарабұрыш, майонез керек. Болды. Енді біз блендерге чесногымызды және укробымызды салып аламыз. Осылай. Осыдан салып аламыз. Енді әдемі күйіп шықты. Осыны мынаған саламыз. Осыған қарабұрышымызды саламыз. Майонезімізді саламыз. Бәрін қосып араластырамыз. Бізде осындай соус шықты. Біз укроп, бұрыш, сарымсақ қостық және майонез. Төртеуін араластырдық. Осындай соус шықты. Соусымыз дайын. Ал қыздар, мына шашлығымыз дайын болды. Өте дәмі керемет. Соусты бағана дайындап жасалу түрін көрсеткен болатын. Егер видеом ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Жасап көруге кеңес беремін.